Оспанды қазір атады. 10 жылдан астам уақыт аттан түспей соғысқан Оспан батыр әскері 1951 жылдары әбден қалжырап шаршаған еді. Жан-жақтан анталаған жау ақыры батырды қолға түсірді. Қытайлар тұтқындалған Оспанның қол-аяғын кісендеп ауылдың жанынан алып өтіпті деседі. Оны көрген қызы Пәнсия дауыс салып жылай бастағанда Оспан батыр: "Өшірініңді, дұшпанның алдында көз жасыңды көрсетпе. Мені Қытай мықтылығынан ұстаған жоқ, Құдайдың бұйрығымен ұстады. Алла бұйырды, мені байлап алды. Қайт кейін" деп басын имеген күйі кете барыпты. Оспанға үкім шығарған соттың орынбасары өзіміздің қазақ. Кейін елге келіп, 90-нан асып қайтыс болған белгілі этнограф ғалым Жағда Бабалығұлы болыпты. Батырмен соңғы кездесіп әңгімелескенде сол. Оның қолында Оспанды құтқарар билік қайдан болсын? Ол Қытайдың қазақтың қолымен өлтіру сынды арамза саясаты ғана емес па? Кейін ғалым Тұрсын Жұртбай Жағда Бабалығұлымен әңгімелескенде, ол соңғы кездесуін былай деп әңгімелеп беріпті: "Түрменің жайы маған мәлім болғандықтан іштей қамданып барғанмын. Әңгімелесе отырып үсті басын шолып шықтым. Көзім түскені тырнағы өсіп кеткен екен. Соны алып бердім. Іш киімі кірлеп кетіпті. Дамбалын ауыстырттым. Екеуміз үнсіз ғана бақылдасып, мен ауыр-ауыр оймен әсер арқалап шығып кеттім. Оны көшеге шығарып атқан кезде мен қаладан кетіп қалған едім. Үрімшіде көшеде қалың жұрттың көзін шатты. Онда ол өзін өр ұстады деп естідім. Бірақ жауының кезкісінде қорланып өлді. Менің сол кездегі де, қазіргі де өзекті тырнаған өкінішім Оспанның осы өлімі. Рас, Оспанды қойнында қанжары, қолында мылтығы бар еді. Қолға түсіп қор болғанша өз-өзін өлтірмеді ме екен деп айыптайтындар кездеседі. Батыр үшін майданда жастығын ала өлу абырой десек те, өзін-өзі өлтірмеген себебін Оспанның мұсылмандыққа беріктігінен бе деп те ойлаймыз. Ислам діні қандай жағдай болмасын, өзіне қол жұмсауды құптамайды ғой. Тағы бір дерек атыларының алдында Оспанға: "Өлім алдында тұрсың, бағынып кешірім сұрасаң, қылмысыңды мойындасаң, тірі қалуыңнан үміт бар. Алтай аймағының уәлилігін немесе өлкелік үкіметтен лауазымды қызмет берейік" дегенде батыр: "Елім жерім деп күрестім. Енді жауымның алдында берілмей, еңсемді түсірмей, қарсы қарап өлсем болған" деп жауап берген деседі. Ақын Жәркен Бөдештің "Оспанды қазір атады" өлеңі батырдың соңғы сәтін көз алдымызға келтіргендей. Бөрідей шулы атағы, Оспанды қазір атады. Көріңдер, әне келеді ол, ешкіммен жоқтай шатағы. Түнерген түнек түс өңі, шойындай қара кіседі. Қолында көзір аяқта, білеудей темір кісені. Рұқсат болса ағайын, дәретімді алайын. Дұғамды оқып соңғы рет, құбыла жаққа қарайын. Оқ дейді, Оспан құлады, шулады елдің құлағы. Анадай жерге кет тұшып, Алтайы түлкі тымағы. Жолбар сынды ақырғы, басы бар батыр атылды. Басы жоқ тобыр сел кетіп, қарасын құмға батырды. Келесі бір әңгіме батырдың өсиеті туралы болмақ. Батырдың ұлы Шердиман 1952 жылы күзде қызыл үкіметке бағынғанда бір шарты ретінде әкесі Оспанның сүйегін сұратып алып, Алтайдың Көктоғайындағы өз мекеніне жерлейді. Солай, батыр өзі қызғыштай қорғаған топырақта жатыр. Нұрғожай батыр секілді шетке кетіп шерменде болғандар, Алтай асып сыртқа ауғандар өз даласында, өз топырағын қорға бөлген Оспанда не арман бар екен деп өздерінің атамекенге деген сағыныштарын айтып, жамбастары қара жерге тигенше күнде күңіренумен күн өткізген деседі. Ал Қытай күні бүгінге дейін Оспан батыр қабіріне адам жіберуге қорқады. Тіпті басына Құран оқытудың өзін қиындықпен жүзеге асыратын көрінеді. Сонау жылдары батыр туралы деректі фильм түсірмек болғандарды маңайлатпапты да. Солай, батырдың қомоласы да Қытайға сес көрсетіп жатқан көрінеді. Ал тәуелсіздікте тәж еткен, Оспан армандаған бостандықты ту еткен еркін қазақ, ақын ғалым Қалибек жазған Оспан өсиеттерін әнге қосып айтып жүр. Дүние-ай, бізден дағы қалар болды, жаратқан сүйген құлын алар болды. Жұртыма жан айқайым жетер мекен, жан алғыш жағама қол салар болды. Жалғанай, арман болған ақ таңымай, күнімнің қас қағымда батқанын-ай. Жерімді жат қолына берме Құдай, елімді аман есен сақта Құдай. Ұлың құл, қызың күң боп өтпесе екен,
басынан бақыт құсы кетпесе екен, қор болып бордай тозған сорлы қазақ көл қалып көздің жасын төкпесе екен, тәңірден бармақ-таяқ бақ сұрадым, қу соғыс жалмап кетті жақсыларын, жерімді елім саған аманаттап, елімді ерім саған тапсырамын. Бабамның ата жұртта басы қалды, анамның бұлақ болып жасы қалды. Қош енді қайран елім, қайран жерім, Оспанның өсиеті осы болды. Мәліметтер Марфуға Шапиянның Тұлғалар өміріндегі ислам атты кітабынан алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.